Қайырлы күн сіздерге, қайырлы түн біздерге. Америка Құрама Штаттарының Нью-Йорк шаһарынан баршаларыңызға сәлем. Шұғыл хабар. Бұл шұғыл хабарды естігеніңіз міндетті түрде, сөзсіз түрде бұл хабарды таратыңыздар. Біріншісі, Қытайдағы шұғыл саяси өзгерістерге байланысты Қытайдан келген қазақтарға және Қытайда туысы бар қазақстандық қазақтарға, Қытайда құда жекжаты жора жолдасы бар барлық Қазақстанда туып өскен қазақтарға немесе Қазақстанның азаматтығын алған Қытайдан келген қазақтарға немесе Қытай азаматтығымен жүрген Қазақстандағы қазақтарға. Баршаларыңызға бір ерекше хабарды жеткіземіз. Мынау геноцидтік саясаттың атқарушысы, жүргізушісі Си Цзиньпиннің қанды балақ, қаншер, қанды қол мүриті Чин Шуангуоның жұмысынан қалдырылып, Шыңжаң өлкелік партия комитетінің секретарлығынан қалдырылғандығы, орнына басқа адамның келгені, бұл енді бұдан білгергі хабарлардың бәрінде елге жеткізілді. Бұл өте жағымды жаңалық. Бірақ бұл жағымды жаңалықтың қаншалықты деңгейде жағымды бола түсетіні бұл қазірше белгісіз. Бірақ Қытайдың саясаты 40 құбылып отыр, 1000 құбылып отыр. Ендеше осы 40 құбылған Қытайдың саясатына қарсы қазақтың да саясаты болуы керек. Қытай саясатын өзгертіп тұр. Біз осы Қытайға халықаралық қысым салуға қазақтар ерен еңбек істедік. О жақтағы туыс туғандарымыз туралы дәлелдерді, деректерді беріп, дүниежүзілік ақпаратқа, міне ең соңғы осы бірнеше күннің алдына дейін дүниежүзілік ақпаратқа осыны дәлелдеп көрсетіп отыр. Енді бұл жерде мынандай мәселе бар. Бұл Чин Шуангуо шын мәнінде жұмысынан басы бүтін қалдырылып, Си Цзиньпиннің Еуропа мен Америка, яғни дүниежүзі қауымдастығы алдындағы жағатсынуы, яғни біз осы геноцидтік саясатты тоқтаттық, мынау менің саған берген ымырам, яғни мен бір қадам артқа шегіндім деуі, бұл қаншалықты баянда болады? Енді бір аналитиктердің айтуынша, Чин Шуангуо алдағы уақытта Қытайдың премьер-министрінің орынбасары немесе одан да жоғары деңгейге көтерілуі мүмкін деген сөз бар. Ал егер олай болатын болса, онда бұл Си Цзиньпиннің батыс әлеммен тағы бір мәрте ойнаған сұрқия ойыны болады. Мейлі, Чин Шуангуоның мәртебесінің өсірілуі Си Цзиньпиннің Еуропа мен Американың алдында ымыраға келіп, бір қадам шегіну деп бағаласақ та, жоқ әлде ары қарай оның қанішерлік саясатын жалғастырады деп сенсек те, бұл жерде қазақтың істейтін бір ісі бар. Әрине, бұл жерде Қытайда бір мақал бар, Хуантаң Бухаяо деген, сорпасын ауыстырады, дәрісін ауыстырмады дейді, шөп дәрінің. Тура сол сияқты, бұл жердегі басты мәселе, бұл Қытайдың қазақтарға, ұйғырларға, қырғыздарға, өзбектерге жасап отырған бұл геноцидінің авторы Си Цзиньпин. Тек бар болғанды Чин Шуангуо орындаушы ғана. Енді қазақ не істейді? Ойбай, барлық нәрсе шешіліп кетті, керемет болатын болды, енді майрағайда тайрағай біз жеңіске жеттік деп арқаны кеңге салып, енді Қытайға барамыз деп чемоданыңды буып түйіп, жеңгелеріміз, ападарымыз, о жақта қалып қалған туыстыңға көйлек көншек сыйлық сауқаттарыңызды алып, әлден дайындала бермеңіздер. Бұл ойын. Бұл ойын ұзаққа жалғасқан ойын. Бұл біз ойлағандай қарапайым бірден аяқ астынан Қытай шүленсіп, ойбай қазеке білмей қаппын, мен сендерді туыс туғандарынан айырып 5-6 жыл қинақ қойыппын енді деп, ол жақта қазақты бірден жіберіп, бұл жаққа туысына қосылуына, ана жақта атанасы, мұнда баласы, анда атанасы, немесе анда күйеуі, мұнда әйелі қалып, екіге бөліп аңырап отырған қазақтарға, немесе нақақ сотталып, қамалып кеткен қазақтарға, өлтірілген қазақтарға бәріне жаңа Қытай кешірім сұрап, жіберіп, сөйтіп майрағай тарағай бола қояды деп армандау шын мәнінде қиындау. Мен сіздердің қуаныштарыңызға су себейін деп жатқан жоқпын. Бірақ шындық осы. Енді бұл бір жылымық саясат болатыны екі бастан белгілі. Мынау Си Цзиньпин деген сұмырай, аса үлкен сұмырай, бұл тура сол Қытайдың Мау заманына қайтарам деп отырған сұмырай. Міне бүкіл экономиканы банкрот қылды. Міне банктегі шетел валютасын құртты. Қытайдың
адамдар, байлар өз ақшасына өзі аудара алмай отыр. Міне үй саудасы құрды. Қытайдың нөмір 1 және нөмір 2 әлемдік деңгейдегі ірі жылжымайтын мүлік корпорациясы банкрот болды. Міне зауыттар шегініп жатыр. 90% кемесі теңізде қаңтарылып тұр. Жұмысшылар миллиондап жұмыссыз қалып жатыр. Орта шағын қалаларда күнде ереуіл, мына ауру күнде басып жатыр. Енді кеше Шиян қаласы, жаңағы 10 миллион жан саны бар Қытайдың батыс терістігіндегі ең үлкен қала Шиян қаласы, кезінде өзіміздің буддист түріктер басып алған, сөйтіп Таң династиясын құрған сол Шиян қаласы міне қайтадан карантинге жабылды. 101-ден мың магистратураға емтихан беретін, аспирантураға емтихан беретіндердің емтиханы жоқ болды. Енді бүкіл қала жабылып жатыр. Неге? Ауру күшейіп кетті қайтадан. Қытай қысқасы быт шықты. Одан кеше 2 генералды, ағалынлы 2 генералды тұтқын қалды. Олардың әйелдерін тұтқын қалды. Ол генералдың біреусі Америкадағы үлкен бір жұмыс орнында болған. Сол барған жерінен тұтқындады. Оның ағасы Қытайдағы өте үлкен саяси шенді болған. Кезінде үлкен Қытайдағы саяси білікті адамның күйеу баласы болған. Көзқарасын ашық айтатын адам болған. Қытайдың әскери технологиясының мүлде артта қалғандығын ашық-ашқар айтып жүрген адам. Америкамен соғысса, Тайваньмен соғысса, Қытайдың тас-талқан болатынын айтып отырған. Мұна әзірге ақпараттық соғыс, мұнда Қытайдың әскерилерінің анау 50-ші жылғы деңгейде қалып қалғандығын ашық айтып, мынау Си Цзиньпинге бетпе-бет тойтарыс беріп жүрген адам інісі екеуі қоса тұтқындалды да міне. Ал осындай жағдайда мынау батыстың санкциясы үдеп отыр. Алдың күні міне Байден аяқ астынан бұйрыққа қол қойды. Міне біздше айтқанда кеше Байден қол қойды да Шыңжаңнан келетін барлық тауарға тыйым салып тастады. Енді ол жерден кім қандай тауар өндіресің, өллахи беллахи, Шыңжаң болды, бітті, тауарға тыйым салып тастайды. Енді олар өзінің мәжбүрлі еңбекке қатысы жоқ екендігін дәлелдемейінше тауары кірмейді деп отыр. Оны қайтып дәлелдейді? Мәселе гап сонда жатыр. Енді осыдан ары қарай Қытайда осындай халықаралық қысым, ішкі экономикалық дағдарыс, ішкі саяси қақтығыс, кландардың қақтығысы, маушылдар мен дыңшылдар, яғни коммунистік, радикалдық, экстремистік бағыттағы Мао Цзедун жолын ұстанатындар, яғни Ши Цзиньпиннің идеаластары менен демократиялық бағытқа, экономикалық ашық, еркін, реформалық бағытты ұстанатын Дэн Сяопин жолындағылардың қақтығысы үдеп отыр. Бұл кланаралық партияның ішкі жағында, компартияның ішкі жағындағы бұл қайшылықтың күшейе түсуі міне Американың санкция салуымен тіпті үдей түсіп отыр. Енді осындай жағдайда Шыңжаңдағы қаныш жер Чинчангоның жұмыстан қалып, орнына басқа адамның келуі бұл қазақтарға мәлім деңгейде орай. Енді Қытай қалай болмасын жылымық саясат жүргізеді. Қалай 100% жақсармайды. Қытайға сенбеңіздер. Жер бетінде шайтанға сенетін бір заман туған күнде де Қытай мен орыстың сөзіне сенбеңіздер. Қазағым, осыны тас қойып жазып тастаңдаршы, күлтегін ескерткішінде қылып. Жер бетінде шайтанның өзіне сенетін бір заман туған күнде де Қытай мен орыстың сөзіне сенбеңдер, қазақтар. Міне, осыны Серікжан Біләшұлы айтты деп тас қойып жазып тастаңдар. Бұл Қытайдың бұл сұрқия саясаты міне алдыға 3 қадам аттап, артқа 1 қадам шегінеді. Шын мәнінде 2 қадам аттап қойды. Үздіксіз Қытай сол, өтірік алдайды. Өтірік біреу қырады да екіншіге басыңнан сайпайды. Тағы біреу қырады да екіншіге басыңнан сайпайды. Ежелден солай. Сенуші болма. Бірақ, енді сенбейміз деп не істейміз? Біз орайдан пайдаланып қалу керекпіз. Орайдан пайдаланудың жолы. Міне менің сөзімнің түйіні осы жерге келді. Мен мына сөзімді міне 9 минут сөйлеппін, енді 2 минутта аяқтаймын. Осыны таратыңыздар аудиосына дейін. Енді арызданасың, орай келді. Жайлым ақыңды ала алмай жүрсің бе, арыздан. Жер ақыңды ала алмай жүрсің бе, арыздан. Жайлау, қыстау, көктеу, күзеу, шаппалық жері, егіндік жеріңді Қытайдың компартиясы тартып алып, тиын төлем бермей қойды ма, арыздан. Төлем ақы жайылымға беретін бермей қойды ма, арыздан. Жер үйің мен қабат үйіңді сатқызбай қойды ма, арыздан. Көліктеріңді сатқызбай қойды ма, арыздан. Мына жақта ағаң қалды, ана жақта енді өзі бөлек отбасы, мына жақта ағаң 70-те, ана жақтағы інің 60-та.
Енді сол інің көшейін десе жібермей отыр. Сен арыздан, ініңнен ақыл сұрама, келесің бе. Сен айт, мен інім, мен Мырқымбай Мырқымбекұлы, ана жақта Тырқымбай Мырқымбекұлы деген інім бар. Міне 6 жыл болды көрмедім, мен өлгелі жатырмын. Құдай қанша өмір берді, ана інімді мыналар жіберсін, кем деген інім келсін, мен бір бауырыма басып құшақтайын, болды, бітті. Арызыңды беріп қал. Ал сен өстіп, мен інімді көрмегеніме 5 жыл болды, 6 жыл болды деген арыздан біз мыңды жисақ, соны ақпаратқа шығарамыз. Міне, бізге оның саны да керек, сапасы да керек. Міне, мынандай қазақ арыздан. Міне, бәрін алдымен көбейтеміз деп бәрін аударамыз, бәрін каналға саламыз. Міне, арызданған 1000 қазақ 6 жыл бойы Қытайдағы туған інісін көрмеген адам мынша, туған сіңлісін көрмеген адам мынша, туған қарындасын көрмеген адам мынша, аға бауыр көре алмаған адам мынша, құда жекжат көре алмаған, бөлелер көре алмаған, нағашы жиен көре алмаған дейін біздер категорияға бөліп тастай қылып, оны ағылшынша туыстық атаулар бөлек жазып, міне қазақтардың құқы тапталып, міне Қазақстанға көшіп келген Қытайдың қазағы мен ол жақтағы Қытайдың қазағы міне бір-бірімен сөйлесе де алмай, хабарласа да алмай тұрмыз. Бұл бірінші. Жаңағы мал мүлік құқы тапталғандар ол екінші. Үшінші, пенсия тоқтап отырма. Сенің тиісті төлемақы, жаңағы қамсыздандыру ақы, емделу ақыларыңды алып ал дейі. Кезінде қамсыздандыру компанияларына, сақтандыру компаниясына денсаулық туралы сақтандыруға ақша төледі. Енді 6 жыл бойы 6 тал дәрі алған жоқсың ғой Қытайдан. Әсіл заң бойынша сақтандыру компаниясы сені шетелге қоныс аударғанда сенің сақтандыруға төлеген ақшаңды қайтарып беруге тиіс. Заңда солай бекітілген. Анау шыбау дейді ғой. Енді сен соны маған қайтарып берсін де, мен себебі Қазақстандық сақтандыру компаниясына жазыламын. Қазақстандық сақтандыру компаниясы менің денсаулығымды емдейді. Бол, бітті. Ана жердегі компаниядағы ақшамды аудар дейсің. Енді бұл халықаралық заңда да жазған, Қытайдың заңында жазған. Енді сен арзы. Яғни қайталап айтам, туысы қамалсын, қамалмасын. Туысын көргісі келген қазақ арызданып қалып. Жер жайылым ақылары, көктеу қыстау күзеу жайлау, егістік жер шаппалық жердің төлемін ала алмай отырғандар, немесе сатқыздырмай отырғандар арызданып қал. Үшіншісі, пенсиясы тоқтағандар арызданып қал. Төртіншісі, жылжымайтын мүлкін мұздатып қойғандар арыздан. Бесіншісі, көлігі тағы басқа нәрселерін сатқызбай қойғандар арыздан. Алтыншысы, тағы басқада құқықтары тапталып отырғандар арыздан. Қысқасы, Қытайда сенің мейлі мал мүлік құқың, мейлі адамды құқың, мейлі саяси құқың, немесе басқа хат-хабар алысу құқың, сөйлесу құқың, өзара шетелдегі туыс-туған дос-жаранмен кездесу, сол құқыларын тапталғанның бәрі арызданып қал, дүркіретіп қал. Осы шұғыл арада, осы бір айдың ішінде біз соның бәрін жинап, сен арызданушы бәленбай, түгенбай, атыңмен, фотоңмен, суретіңмен біз жинап, кіргізетін жердің бәріне кіргізек. Қытайға кеп олар төбесінен ұрады. Атаңның басы, мына қазақтар әлі жылап жүр ғой міне. 6 жыл болды де, мынау 70-тегі шал мынау өледі ертең. 80-дегі мынау әже мынау өлгел жатыр. Анда туысы, бірге туған туысы 5 күн өмірі қалды. Сен неге оны 5 жыл бойы көрсетпей отырсың дейді. Міне, Қытай сонда бұтқа жібереді, тізесі дірілдейді. Сөйтіп Қытайдағы туысыңдың іздеушісі, жоқтаушысы бар екенін мына өлгелі жатқан Қытайға мынау сасқалақтап Америка мен Еуропаға жағатсып енді. Міне біз қоямыз, әкетай көкетай, біз білмей қаппыз деп отырған Қытайға мына өлгелі жатқанда бір-бір теуіп қалайық. Бұл орай. Бұны халықаралық ұйымдарға жеткізейік. Міне, Қытайдың қазағы Қазақстанға келіп алып, елбасы шақырып ойбай келгел деп 6 жыл бойы міне аузынан қитып, о жақтағы туысын ете алмай, Қытай Си Цзиньпин оған айтты, сен менің ағамсың деді, ол мәз болды, бірақ мына миллион қазақ жылап жүр. Соны дүниеге жеткізуге тиіспіз. Осыны мен қазақтарға шұғыл құлақтандыру деп арнайы түрде жеткізіп отырмын. Міне, осы сөзімді таратыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, баршаңыз аман болыңдар. Саяси шолуымды кейін шамасы біраз уақыттан кейін қайтадан бастаймын. Мен қазір бір бас қосудан келдік. Сол костюм шалбарымызды шешпеген бетте осы хабарды халқыма жеткізейін деп отырмын. Аман сау болыңыздар, қалың елім, қазағым, қайран жұртым.